Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен сіздерді шаңырақ ойынымен таныстырғым келіп отыр. Бұл ойынды кез келген сабаққа пайдалансаңыздар болады, семинарларда, ата-аналар жиналысында пайдалансаңыздар болады. Бұл ойын қалай ойналады? Бұл жерде осындай додекаэдрда әртүрлі түсті киіз үй бейнеленген. Шаңырақтың айналасында да түрлі түсті киіз үйлер бейнеленген. Енді егер сабаққа пайдаланатын болсаңыздар, оқушы лақтырады мысалға, қандай түсті киіз үй түсті, сол киіз үйдегі тапсырманы алып орындайды. Кез келген сабаққа, ол қазақ тілі болса, мысалға қазақ тілінен сан есім сұрақтарын ата, немесе топтық тапсырма, кестені толтырыңдар деген сияқты тапсырманы жазып, соны берсеңіздер болады, немесе ата-аналар жиналысында пайдалансаңыздар болады. Бір киіз үйдің артына отбасылық құндылық дегеніміз не, отбасында бала тәрбиесі қалай жүзеге асады деген сияқты әртүрлі сұрақтарды қойып, жазып қойсаңыздар болады. Ойнау балалар үшін өте қызықты болады деген үміттемін. Бұл ұлттық құндылыққа сай жасалған.